Қайырлы күн достар, үй жағдайында донер дайындаймыз. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыздар. Ортасы осындай болып шығады. Қазір дәмін бірге көреміз. Бізге ет қажет болады. Менде сиырдың еті, яғни сіздің етіңізде ешқандай сүйек болмауы керек. Және осы етке соус құямыз. Грамын барлығын описанияға жазып қойдым. Осы кезде мен паприка және де чесноктың кепкен түрін пайдаландым және қызыл бұрыш, қара бұрыш қостым. Грамын барлығын описанияға жазып қоямын. Осылай барлығын сеуіп, жақсылап тұрып араластырып 15 минутқа қойып қоямыз. Қызып тұрған майға сарымсағымызды қуырып аламыз және де 15 минут тұрған етімізді осы қызып тұрған майға салып қуыра бастаймыз. Осылай екі шетін аударып, кемінде бір 15-20 минуттай қуырып алыңыздар. Оттың асты қатты болып тұру маңызды емес, орташа отта жақсылап тұрып қуырып аламыз. Қақпағын жабамыз және қақпақтан шыққан шырынды міндетті түрде етке құямыз. Сонда еттің дәмі де ерекше болады. Енді кішкене ғана су құйып, бір 40-60 грамдай қақпағын жауып, 15-20 минутта етіміз жұмсақ болып пісіп шығады. Енді қиярымызды ұзынша етіп турап аламыз және де оған біз қызанағымызды да дәл осылай турап аламыз. 15-20 минутқа қойған етіміз осылай жұмсақ болып пісіп шығады. Өте керемет болып пісіп шығады. Енді осы етті ұзынша етіп турап аламыз да, үлкен пышақтың көмегімен дәл видеодағыдай баса отыра етті майдалап шығамыз. Сонда сіздерге оңай болады. Енді лаваш дүкендерде сатылады. Мен осы түрін, 5 түрін 500 теңгеге сатып алдым. Соусы майонезге чеснок және де укроп салып, жақсылап тұрып араластырып, лаваштың бетіне осылай видеодағыдай чұқа етіп жағып шығамыз. Және қиярды, қызанағымызды орналастырамыз және етімізді қоямыз. Содан соң барып чұқа етіп кетчуп сеуді ұмытпаңыздар. Ерекше дәм береді, міндетті түрде пайдаланып көріңіздер. Енді екі шетін қайыра отыра жақсылап тұрып ораймыз. Асықпай ораңыздар, ашылып, жыртылып кетпесін. Біз донерді үй жағдайында жасап жатырмыз. Сол себепті қызып тұрған, ешқандай май құйылмаған осындай сковородкаға біздің донеріміздің 4 шетін осылай 2-3 минутқа қойып, күйдіріп алсаңыздар болады. Өте дәмді, керемет донер болып шығады. Сіздерге 100% ұнайды деген ойдамын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Өкінбейсіздер. Арасына фри салынбайды, еттің өзі тойымды болғандықтан. Жасап көріңіздер достар.